Түркияда қонақ үйдегі өрттен қаза болғандар 76 адамға жетті. Түркияның солтүстік батысындағы Карталкая тау шаңғы курортында ағаштан салынған қонақ үйдің 12-ші қабатында болған өрттен қаза болғандар 76 адамға жетті. Бұл жөнінде неміс толқыны сайты жазды. Қаза болған 52 адамның аты жөні анықталды. Түркияның ішкі істер министрі Әли Ерлікай 21 қаңтарда. Бұған дейін 66 адамның қаза болғаны және 51 адам зардап шеккені айтылған. Өрт ағаштан салынған ғимараттың 12-ші қабатында басталған. Өрт басталған кезде онда 238 адам болған, деді министр. Олардың кейбірі өрт басталған кезде қонақ үйдің терезесінен секіріп кеткен. Кемінде 2 адам осылай мерт болған. Кейбірі көрпелер мен төсеніштерді бір-біріне байлап төменге түспек болған. Өрттен зардап шеккендер арасында қазақстандықтар жоқ екенін мәлімдеп жатыр. Өрттің неден шыққаны белгісіз. Үкімет оқиғаны тергеу үшін 6 прокурор тағайындаған. Қонақ үйдің тау бөктерінде орналасуы құтқарушылардың жұмысын қиындатқан. 10 сағат сөндіру жұмыстарынан кейін өрт бірақ оқшауланған. Өрттің себебін тергеу бойынша 9 адам ұсталды. Арасында қонақ үй иесі де бар. Сот дәлел айғақтарды жинау қажеттігін алға тартып, ақпарат құралдарына апат аумағында жұмыс істеуге тыйым салған. Карталкаяның өзге қонақ үйлеріндегі тұрғындар да сақтық мақсатында жақын аумақтағы қонақ үйлерге жайғастырылған. Түркияда өртке байланысты бүгін қаралы күн. Карталкая тау шаңғы курорты Стамбулдан 270 шақырым жердегі Кироғлы тауында орналасқан. Қайтыс болғандардың арасында Turkish Airlines компаниясының қызметкері Зехра Сена Гүлтекінің отбасы да бар екенін айтып жатыр. Еске сала кетейік, Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған 22 қаңтарда Гранд Картал қонақ үйінде қаза тапқандарды еске алу үшін ұлттық аза тұту күнін жариялаған еді. Түркияның Карталкая тау шыңғысы курортындағы қонақ үйдегі өрттен қаза тапқандар арасында бір әулеттің 14 адамы бар болып шықты.